Өләрә, кешқұрым шақ, қарағайлы сайдың басынан 5 аяғы 36 ұл-қыз қылдилап келеміз. Біразы ат мінген, енді біразы қара жаяу. Атқа мінген жігіттер бір-бір қызды мінгестіріп алған. Жаяулары қыздың иығына қолын артып құшақтап барады. Осы бір алакөл сұлама ақтабан шұбырындыдан маңызы бөлек шұбырған топқа қарап көңілім босап кетті. Неге десеңіз, біз осы сәтті мәңгі бақи дәл осылай толыққанды басымыз қосылмасқа тарап бара жатырмыз. Ұзақ жылдарға созылған бітпестей болған мектепті де бітірдік. Кеше түнде қолымызға орта мектепті толық бітірді деген куәлігімізді алдық. Басқа осы аттестат Айбол екеумізге де бұйырды. Мектептен әне қуып жібереді, міне қуып жібереді деп жүргенде әупіремде осы күнге де жетіп тындық. Түндегі салтанатты кештен соң бүгінгі барлық сыныптастар тауға демалысқа шыққанбыз. Ертең барлығы жоғарғы оқуға құжаттарын тапсыру үшін алып қалаға аттанбақ. Әрқайсысы әр қиырға тартады. Демек, біз енді еш уақытта осылай бас қоса алмаймыз. Жеке кездесіп тұруымыз мектепті бітіргенімізге пәлендей жыл толу құрметіне 10-20-мыздың басымыз қосылуы мүмкін-ау. Ал бірақ дәл осылай төрт көзіміз түгел жиналмасымыз мен үшін анық. Мен бұны мектепті ерекше куәлікке бітіріп масайрап бара жатқан анау сары секпіл-бетті қыздан да жақсы түсіндім. Ауылға жеткенде әркім әр көшеге бұрылды. Үйді үйімізге бытырап тарап кеттік. Бітті, қандай аянышты. Ертеңнен бастап барлығы жолға шығады. Алматы мен ауылдың арасындағы 347 шақырымдық жол өзінше бөлек. Олар үлкен жолға аттанады. Алдында кім не күтіп тұрғанын уақыт көрсетер. Біреуі бағы жанып студент атанып, енді біреуі қол орамалын сулап қайтар. Бағы жанғандар ата-анасы Гүлшатқа баласын жүгіртіп қарызға арақ алып атап өтер. Сүрінгендердің ата-аналары келер жылға үміт артар. Кейбір қыздар басына бас босанғанына ала-сала күйеуге шығар. Оны уақыт көрсетер. Не болса да біз үлкен өмірге бет алдық. Шешем айтпақшы, әркімді Құдай есіркесін. Қалың топпен бірге мен де базарға барып бағымды сынап қайтпақпын. Менің оқуға тапсыратынымды естігенде орыс тілінен сабақ берген Абайділданова жағасын ұстап, саған не жоқ деді. Десе дей берсін, ертең ең құрмаса қалақ көріп қайтайын. Оқып қарық қылайын деп тұрғаным шамалы. Онсыз да 10 жыл бойы бекер бас қатырғаным жетер. Құдай-ау, А класынан шыққан әлде қандай велосипедші Б класына қанша уақытта жететін табу үшін бекерге уақыт өткіздік емес пе? Ом заңын білмей-ақ оңалып кетіп жатқандарды көзіміз көріп жүр ғой. Соның барлығы ойлап 10 жылымның бекерге өткенін өкінішке жүргенде енді тағы 4 жылымды құрбан қылғым келмейтіні анық. Мен осылай ойлағанмен әкем мен шешем көнер емес, олар мені қайтсе де оқуға түсірмек. Әне анау соғымдай семіз 2 сөмке менің ертең жолыма шығатынымды айғақтап тұр. Ішінде құрт, май, бір жапырақ ет пен 2-3 келе картоп бар. Қалада мені оқудың түбін түсіріп, қазір әлде қандай қызмет істеп жүрген ағаларым күтіп алмақ. Ағам мені оқуға түсіру үшін пара беремін деп қомақты қаржы ұстап отырғанын да естігем. Ертең қалаға жүретінімді естіген Айбол таңға дейін бірге болайықшы деген ниет танытқан. Жалғандағы жалғыз адал досымның тілегін жерге тастағым келмей келісімді бердім. Қора жақта жинаулы тұрған қарағайдың үстіне отырып алып іштік. Айбол қызыңқырап қалды, көңілі босады-ау деймін. Үйге кетпек болғанымда Айбол қолымды алып тұрып, жолың болсын, мені ұмытпа, ертең тауға кетем, әкемнің жолын жалғап, мұңғарған қой айдаған шопан боламын, деді ықылық атып. Дала тастай қараңғы еді. Біраз жер ұзағанда аңғал досымның айқайын естідім. Алмат, адасып кетпе,
қазір өләра ғой, деді. Иә, шындығында өләра кезең бұл. Мезгілдің ғана емес, біздің өміріміздің де өләра кезеңі. Адаспауым керек, деп ойладым, аяғымды тәлтектеп әрең басып келе жатып. Ұлттық қауіпсіздік комитеті қаһарына мініп тұрғандықтан мені оқуға түсірмек болған адам жеме-жейге келгенде бас тартып, ағаларым өзімнің тапсырып көргенімнің жөн екендігін, тест дегеннің бір қызық жері бейберекет белгілей берсең болды, бағың жанып түсіп кетуің мүмкін екендігін айтып сынаққа кіргізген. Неден бастап, неден аяқтарымды білмей отырғанымда алдыма сәл қиғаштау жайғасқан қыздың қалтасынан тілдей қағаз шығарғанын көрдім. Дайын жауаптар екенін сездім. Ол ешкімге білдірмей көшіре бастады. Одан қалыспай мен де көшірдім. Барлық жауабым дұрыс болып кетсе, сенбей қайта қарап жүрер деп қорқып, арасында бірді екі қате жіберіп қоямын. 120 сұрақтың 20-сын өз білгеніммен, яғни қате қылып белгілеп қалған 100 сұрақты айна қатесіз көшірдім. Бар шаруаны тындырып, бітісімен сыртқа шыққым келді. Алғашқы 1-2 адам шығысымен мен де сыртқа тап бердім. Оқуға түсетініме сенімді болдым. Сыртта күтіп тұрған туысқандарымның сұрағына қорықпаңдар, білетін сұрақтарым келіпті, түсетін шығармын дедім. Сен де бірдеңе білесің бе, деді әпкем таңғалып. Білмегендеші, ертең көрерсің, дедім маңғазданып. Ағам болса, айналайын, айды аспанға шығармаяқ 40 бал жинашы, соған ырза болайық, ең болмаса ақылы оқуға ілігерсің, деді. Сөйтіп, ақшалы әкенің тәлейлі қызының арқасында үлкен үмітпен ұйқыға бас қойдық. Ертесі күні өзім сынды қаптаған талапкерлердің бірі болып кешегі тапсырған тесттің қорытындысын білу үшін университетке келгенмін. Тақтадағы тізіммен өзімнің аты жөнімді іздей бастадым. Бір кезде өзімнің қанша бал алғанымды көріп, көзім шаранасынан шықты. Ағам қолы тимейтін болғандықтан менің өзімді жіберген. Аты жөніңнің тұсындағы цифрға қарасаң болды, басқа жұмысың жоқ, деп жіберген. Менің аты жөнімнің тұсында 117 деп тұр. Демек, 117 бал. Бойымды сенімсіздік билеп қайта-қайта қараймын. Тұп-тура 117. Айналайын, айналып қана кетейін, тәлейлі қызымай, сенің арқаң, деп қоям ішімнен. Сонда деймін-ау, өз бетіме жауап берген 20 сұрақтың 17-сі дұрыс болмағаныма. Шынымен-ақ тест дегенің осындай құдіреті бар екен-ау. Егер билет алып тапсыратын болсақ, жұмған аузымды ашпай-ақ қайтар едім. Ағама хабарластым. Қуанышым қойныма сыймаған ағам, құдайың бар екен, деді. Әжемнің аруағы қолдаған шығар деп жеңгем қазақы түсінікке салып, сонымен жеңгемнің тілімен айтқанда құдай оңлап, әруақ қолдап оқуға түстім де кеттім. Ағам мені оқуға түсірген адамға беремін деп жинаған ақшасын өз күшіңмен түстің қой, өзің жұмса, деп қолыма ұстатты. Ағамның да менің де ауылдағы әке-шешемнің де қуанышында шек жоқ. Ел қатарлы оқуға түскеніме, түсе алғаныма ғана қуандым. Әйтпесе түсеуін түскенмен оқи алмайтынын шығармын деп қорықтым. Ең бастысы түстім ғой. Абайдилданова естідім екен деп қоям іштей. Қалаға келген класстастарымның бір-екеуін шақырып, айда кеп жудық. Әбден қызған кезімде көзі ашық, көкірегі ояу Абзал деген досым, осы сен шынымен жоғарғы бал алдың ба, деді, сенімсіздік танытып. Сенбесең өз көзіңмен көр, дедім. Өзімнің де тағы бір көргім келіп кетті. Таксимен университет алдына келіп тоқтадық. Сүйкімді тақтаға жақындаған сайын көңілім
өрекшей түсті. Асқар ұлы Алмат 117 балл деп тұрау шынымен. Досым қарап тұрды да үнсіз қалды. Біраз уақыттан кейін қарқылдап күлді. Есуассың, кешеңсің деп балағаттады. Сөйтсем, оның күлетіндей бар екен. Бал деп қуанып жүргенім реттік сан екен. Мен 117 бал жинамаппын. Бар болғаны 117 нөмірлі талапкер екенмін. Көзімнің алды тұманданып кетті. Әлден кейін есімді жиып, бәсе дедім тістеніп. Бәсе мені қай құдай жарылқай қалды десем, алып ұшқан қуаныш ұзаққа созылмай арты өкінішке айналды. Ең құрмаса жұртқа келеке болмай, ағам армандағандай ақылы бөлімге де лайық бал жинамаппын. Яғни рет саны бойынша 117 тұрған Асқар ұлы Алмат бар болғаны 22 бал жинапты. Өлім болды. Маған дұрыс жауабын көшірткен Төләйлі қызымның варианты басқа екен. Вариант деген пәлені мен қайдан білейін? Мені сөйтіп қара басыпты. Сонымен ауыл елді шулатып сенсация жасаған менің ауылға қайтуыма тура келді. Әкем мен шешем жұмыс істеде сол жақта жүрсін, бейіл келмесін депті. Досқа күлкі, дұшпанға таба қылған баланы кім жақсы көрсін? Менің қалғым келме деген әкені де, қал деген ағаны да тыңдамай ауылға тарттым. Ауылға келсем, менің Қожанасыр атағым дүрілдеп тұр екен. Кездескен адамдардың барлығы күледі. Намыстанып несі бар? Мен де күлдім. Тек шешем байғұс жұрттан ұялып, бірер күн жиын тойларға бара алмай жүрді.